Желіде көмек сұраған полицейлер 10 жыл құлдықта болған адамды тапты. Жетісу облысының полицейлері әлеуметтік желілерде көп жыл еңбек құлдығында болғанын мәлімдеген ер адамды іздеп тапты. 22 қарашада әлеуметтік желіде 10 жыл Қаратал ауданындағы шаруа қожалық иесінің құлдығында болғанын мәлімдеген ер адамның видеосы тарады. Полицейлер видеоның авторы Үштөбе қаласының 44 жастағы тұрғыны екенін анықтады. Ер адам өзінің және отбасы мүшелерінің құжаттарын жұмыс беруші заңсыз иемдегенін айтты. Қазір ер адамның өтініші ресми түрде тіркелді. Оған қатысты барлық адамдардан түсініктеме алынды, яғни шаруа қожалығының иесі, оның қызметкерлері, сондай-ақ жәбірленушінің туыстары. Құжаттарды заңсыз алу дерегі бойынша тергеу амалдары басталды. Қылмыстық іс аясында өтініш берушінің еңбекті пайдалануы туралы келтірілген дәлелдерді де тексеріліп жатыр, дейді облыс полиция департаментінің бастығының орынбасары Елдар Әбдікенов. Полицейлердің айтуынша ер адам мен қызына көмек көрсетілген. Тергеу барысында олар Талдықорған өңірлік әйелдерді қолдау орталығы қоғамдық бірлестігінің өкілдері ұсынған тұрғын үймен, киіммен және тамақпен қамтамасыз етілген.